Желідегі игі жақсылар, кітап сүйер қауым, тікелей эфирге қош келдіңіздер. Өздеріңізбен бірге кітап әлемі жобасы Салтанат Әбдіғалимен және менің көмекшім Гүлназ Әбдіғали. Қайырлы кеш. Қосылып жатқан кісілер болса, өтініш, біз қалай көрініп тұрмыз, даусымыз анық естіліп тұрмы, соны комментарийға жазып жіберсеңіздер. Сізбен біздің байланысымыз қалай болып тұр? Қайырлы кеш, Ардақжан. Комментарийға жаза қойшы. Сау саламат жүрсіздер ме? Ауа райы қалай, ыстық басылды ма сіздерде? Өздеріңізге белгілі, көптен бері жаз айларында бірге кітап оқиық онлайн бәйгесін жүргізіп жүрміз. Біз осы кітап әлемі жобасы аясында. Маусым айының соңында мен парақшамда Қарауылбек Қазиевтің белгілі жазушы Иман Жапырақ атты туындысын жариялап қойған болатынмын. Біз сол кітапты оқыдық бір ай бойы. Негізінде мен оқушылар, жастар қатыссын деп осы қысқа шығарманы арнайы таңдаған болатынмын. Десе де бар мен базар. Бұлайда балалардың, оқушылардың көпшілігі жоғарғы оқу орнына дайындалып, шығармашылық конкурстардан өтіп, қолдары босамай қатыса алмай қалды. Кітап әлемі жобасы өздеріңізге белгілі. Біздің басты мақсатымыз көпшілікті кітап оқуға шақыру, олардың кітап оқуға деген қызығушылығын ояту. Кітап оқудың адамға пайдасы ұшан теңіз, ол туралы көп әңгіме айтуға болады. Мен енді көбінесе тікелей эфирлерде көркем әдебиетті насихаттап жүргендіктен өзі солай болып жүр. Көбінесе прозалық шығармалар, жыр жинақтары келеді тапсырыспен. Негізгі бізде жоспарда, біздің мақсатымызда түрлі саланың сан қырлы тақырыптағы кітаптармен сіздерді таныстыру. Алдағы уақытта ол ойларымыз жоспарға асады деген үміттеміз. Психологиялық кітаптар, оларды оқыған кезде адам өзін өзі тануға көмектеседі. Жан дүниемен жұмыс жасайсың. Тарихи кітаптарға келетін болсақ, өзіңнің тарихыңды білуге, тегіңді білуге, қайдан шықтың, қайда барасың деген секілді. Қандай кітаптарға тоқталып өтсек болады. Бизнес кітаптар адамға көптеген жетістіктерге жетуге көмектеседі. Табыстың көзі деп айтсақ та болады, я? Қай қырынан алып қарасақ та, кітаптың адамға пайдасы өте зор. Көркем әдебиеттер туралы, олардың пайдасы туралы, балаларға пайдасы туралы мен өткен тікелей эфирде айтқан болатынмын. Кітап оқу ең бірінші адамның қиялын шарықтатады, я? Бізге қиялдауға көмектеседі. Қазір техника дамыған заман, қазір роботтар адамдар жасайтын нәрсенің барлығын жасап, қабілетті десек болады. Десе де олар адамдар секілді қиялдай алмайды, және де сезімдер сезіне алмайды, я? Кітап оқу адамды есе сақтау қабілетін жақсартады. Өткенде айттым, я? Біз денемізді өз қалпында ұстау үшін күнделікті жаттығу залына баратын болсақ, кітап оқыған кезде адамның миына тура сонда жаттығу жасалады, я? Яғни нейрондық байланыстар жақсы жұмыс жасап, бұл туралы есе сақтау қабілетіне қазір мен тағы тоқталып өтемін. Сонымен қатар сөздік қоры молаяды адамның, сөйлеу әдебі түзеледі. Оны өткенде айтқан болатынмын, я? Мықты жазушылар адамды мықты сөйлеуге үйретеді, мықты жазуға, мықты ойлауға тәрбиелейді деп айтқан болатынмын. Сонымен бірге адамның ой өрісі кеңейді. Қайталап айтқанның ешбір артықтығы болмайды деп ойлаймын. Және де мықты көркем шығармалар адамды эстетикалық ләззатқа бөлейді, я? Киноларды көрген бөлек, ал оны кітаптан оқыған мүлдем бөлек әсерде қалдырады, я? Киноларда бізге алдымызға барлығын түрлі бояулармен, оқиғалармен алып келетін болса, кітаптарда біз соның барлығын өзіміз қорытып, өзіміз елестетіп, өзіміз қиялдап
әсер алады екенбіз. Сонымен бірге кітап оқыған адамның эмпатиясы жоғары болады. Эмпатия дегеніміз сол адамдарды түсіну, адамдарды бар болмысымен қабылдау қабілеті десек болады, яғни адамдарды біз жете түсіне бастаймыз. Сол кітаптарда оқыған көптеген кейіпкерлер арқылы біз ары қарай кеттік. Кітап оқудың тағы қандай пайдасы бар? Махаббат тақырыбындағы шығармаларға қысқаша тоқталып кететін болсақ, олар бізді адалдыққа тәрбиелейді, адалдыққа тәрбиелейді, сонымен бірге шыдамдылыққа тәрбиелейді, төзімділікке, кешірімділікке көп нәрсе айтуға болады. Енді оның әрқайсына тоқтап жеке-жеке. Кітап оқуды дағдыға айналдырыңыздар күнделікті. Біз сіздерді кітап оқуға шақырамыз. Кітап бізді біріктіретін әлем. Енді шілде айында бізде, оның алдында маусым айындағы бәйгеге бізде 80-ге жуық видео келіп түскен болатын. 6 оқырманға сыйлық таратқан болатынбыз. Жаңа өзім айтып өттім, шілде айында оқушылардан көп күттік, десе де бізде кітап жанашырлары тобы жұмыс істейді. Қазір сол жерде оқушылар жазып жатыр. Салтанат апай, бізде шығармашылық конкурстар деп бірнеше оқушыларға мінездеме жазып бердік біз. Жобамыздың атынан бізде дарынды оқушылар бар. Қазіргі уақытта біз оқуға дайындалып жатырмыз деп рахмет, балаларға жауапкершілігін сезініп түсіндіріп жатқанына біз қуаныштымыз. Бәйгеге қатыспаса да балалар кітап жанашырлары тобының түлектері, оқушылары ізденімпаз, еңбекқор болғаны бізді қатты қуантады. Енді бізде осы шілде айында 3 оқырманға, қалай айтсақ екен, 3 оқырман жүлдеге деп айтсақ болатын шығар, Біз қазір осыны тікелей эфирде сыйлықтарды осында отырып Гүлназ екеуміз тарататын боламыз. Гүлназ, сен өзің неңді ала ғой қолыңа. Өздеріңіз білесіздер, біздің сыйлықтар қаржылай сыйлықтар, сондықтан біз қазір Каспий құрылғысы арқылы сыйлықтарды тарататын боламыз. Біз осы жолы бірінші орынға лайықты видео таппадық, шынын айтқанда. Екінші орыннан бастаймыз. Екінші орын Өскемен қаласында құрылыс жобалау фирмасының қызметкері Талғат Қашқынбаев ағамыз. Талғат ағамызға қазір Гүлназ екінші орынға, өздеріңіз білесіздер, 30 000 теңгені жібереді. Талғат аға, сыйлығыңыз құтты болсын. Біздің кітап жанашырлары тобына ол кісінің қосылғанына 2 айдай ғана уақыт болды. Міне, құтты болсын. Сол уақыт аралығында ол кісі осы бәйгеге қатысып, белсенділік танытып жүр. Ризамыз сізге. 3-ші орын бізде Қаракөз Абай қызы. Алматы қаласынан Қаракөз 20 000 теңге жіберіледі Қаракөзге. Сыйлығыңыз құтты болсын, Қаракөз. Шолуыңыз тамаша. Міне. Кешіріңіздер, екінші орынға Талғат Қашқынбаев ағамыз, 3-ші орынға Қаракөз Абай қызы дедім, 4-ші орынға Ақнұр Сұлтанбек, Тараз қаласы. Ақнұр Сұлтанбек, Тараз қаласы. Мөлдір деп шығады екен? Мөлдір. Өзі арнайы алдын ала мен жазып қойғам. Жарайсын, Ақнұр. Ақнұр да біздің кітап жанашырлары тобының белсенді мүшесі, әрбір іс-шараға қатысып отырады. Бізде өзі апта сайын үрдіс бар, оқырмандарға өзі оқып жүрген кітапты таныстырып жүретін. Ақнұр бізге көбінесе кітаптар ұсынып отырады, қызықты кітаптар ұсынып отырады, және оны біздің кітап жанашырлары тобының мүшелері жақсы таниды. Достар, келесі тамыз айындағы бірге кітап оқиық онлайн бәйгесін біз Абай шығармаларын насихаттауға арнағымыз келіп отыр. Абай қазақтың бас ақыны, өздеріңіз білесіздер, тамыз айында Абайдың туған күні.
бәйгеге қатысу үшін Абайдың қара сөзін немесе өлеңін жаттап, міндетті түрде жаттап оқымаймыз. Жаттап, видео түсіріп, өз парақшаларыңызда менің парақшамды белгілеп жариялайсыздар. Арнайы кітап әлемі жобасы үшін деп Абайдың өлеңін оқып, өздеріңіз қысқаша таныстырып қойсаңыздар болады. Және де оны парақшаларыңызда жариялап қана қоймай, сол алдағы уақытта өздеріңізге үйреніп қалған боларсыздар, Гүлназдің WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Қазір біз комментарийға Гүлназ жазып қоятын болады өзінің нөмірін, сонда сол видеоларды жібересіздер. Біз содан кейін оқушылар хат жолдап жатыр. Абайдың туған күні 9 тамыз еді, кейін мәлімет оқыдық, 23 тамызға ауысыпты. Абайды тек туған күнінде ғана біз насихаттамауымыз керек қой. Әр күн насихаттасақ та артықтық етпейді. Сол үшін осы айдың аяғында, жарайды 20-сынан 25-не дейін болар бәлкім, біз ішіндегі ең мықты өлеңдерді, қара сөз оқыған жеңімпаздарды анықтап, тікелей эфирге шығып, осылай сыйлықтарды тарататын боламыз. Және тағы бір нәрсені айтам деп ұмытып кетіппін. Қадірлі достар, бірге кітап оқиық онлайн бәйгесіне тамыз айында осы Абай оқуларына жатқан оқушылар мен студенттер қатысады. Өткен айтып отырмын ғой, шілде айында мен оқушыларды қатысады деп күттім деп, оларды түсінікпен қарап, оқуға тапсырды, жоғарғы оқу орнына қолдар босамады деп, арнайы тамыз айында сіздерге арнап ұйымдастырып отырмыз. Және ол жерде сіздердің хаттарыңыз да бар, өтініштеріңіз де бар. Сондықтан атсалысыңыздар, қатысыңыздар. Абайға қатысты жаңа есте сақтау қабілеті туралы, есте сақтау қабілеті дамытады тағы бірдеме айтып өтем дедім ғой. Оқушы күнімізде біз жылда Абай оқуларына қатысатынбыз. Мен сіздерге жылда Абайдың конкурсқа баратын кезде 150 өлеңін жаттадым. Мысалы, осылай деп қазылар алқасына беріп қоясың. Қазылар алқасы кез келген өлеңді айтады. Мысалы, көкала бұлт сөгіліп дейді. Сол өлеңді оқисың. Жүректе қайрат болмаса толық оқып шығасың жатқа. Немесе болыс болды мінекей, сол өлеңді жатқа оқып шығасың. Сол кездерде Абайдың күнде бір өлеңін жаттауды мен өзіме мақсат тұтатынмын. Оның қандай пайдасы бар, мен сіздерге айтқым келгені, балаларға өлең жаттатыңыздар, кітап оқытыңыздар. Қазір есіме алып, таңғаламда, ол кезде енді мән бермеген ғой, жас болдық, бала болдық. Есте сақтау қабілетінің мықтылығы соншалық, ұялы телефондағы барлық контактілер, нөмірлерін жатқа білетінмін ғой, сол кезде жаттап алатынмын. Кез келген уақытта жағдайлар болды, ұялы телефон жоғалтып алған, немесе кез келген уақытта анам, әкем, туыстарымыздың нөмірін сұрайды. Кәдімгі біздің үйдің сол не дейді, ана справочник дейді ғой, барлық нөмірді жатқа білетінмін. Сол кезде өте пайдасы көп дейді. Қазіргі уақытта қайтадан қолға алып отырмын. Мұқағали, Жұмекен, Фариза Оңғарсынова өзімнің сүйіп оқитын ақындарымның күнде бір өлеңін жаттауды. Барлық бірге кітап оқиық онлайн бәйгесіне қатысушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Әлі де алдағы уақытта Алла қаласа қызықты кітаптардың шолуын жасап таныстырылымда, немесе бірге кітап оқиық онлайн бәйгесінің қорытындысын жариялап кездесетін боламыз. Аман сау болыңыздар. Аман болыңыз.